Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен апельсин шырынын үй жағдайында дайындауды көрсететін боламын. Өте экономды вариант, бар болғаны 3 апельсинмен осындай 6 литр сок дайындай аласыздар. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен поделиться етіп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен апельсинімізді бір түнге морозильникке салып қоямыз. Морозильниктен алып, осылай турап, видеодағыдай, оны блендерге саламыз, болмаса ет тартқыштарыңызға салсаңыздар да болады. Ұсақтап турап алғаннан кейін, оны әбден езетін боламыз. Біздің апельсиндеріміз осылай езіліп, езбе тәрізді болады. Яғни езіліп шыққаннан кейін, оны бөлек ыдысымызға салып, алдын ала қайнап, салқындатылып тұрған суды үстіне құямыз. Мен шамамен осы езбенің үстіне 2 литр су құйдым. Бұл суымызды бір-бірімен араластырып, езбе екеуін тоңазытқышқа шамамен 1,5-2 сағатқа тағы да салып қоямыз. Сол кезде біздің шырындарымыз бір-бірімен алмасып, дәмі шығып, дайын болып тұрады. Енді сироп дайындаймыз. Сол үшін 1 литр суды қайнатып, оның үстіне 500 грамм қант қосамыз. Және де қантымыз ерігенше үздіксіз араластырып отырамыз. Біздің қантымыз жақсылап ериді. Дәміне қарай аздап лимон қышқылын қосып жіберсеңіздер болады. Мен көп қосқанды ұнатпадым, сондықтан аз ғана қостым. Енді бөлек ыдысымызға марлы болмаса осындай сит арқылы біздің тоңазытқышқа тұрған шырынымызды алып өткізіп аламыз. Шырынын ғана алып, езбесін түгел алып тастаймыз. Мякотін жақсылап езіп, тек шырынды ғана алып қалдық. Енді қайтадан бөлек ыдысымызға осы шырынымызды құямыз, оның үстіне сиропымызды құямыз, жақсылап араластырып, тоңазытқышқа салып тастаймыз. Осылай банкілерге салып, қойып тастасаңыздар тіпті ыңғайлы, кез келген уақытта алып іше бересіздер. Салқындатып ішкендеріңіз дұрыс, өте дәмді, әрі табиғи, құрамында ешқандай бояғыштар жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет, салқындатып ішіңіздер, жаздың күні таптырмайтын сусын. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Фариза Тілеулес.